Тамаша, кеш жарық, қайырлы күн, қымбатты да қадірлі, біздің Шымкент қаламыздың жайдарман сүйер жастары. Қош келдіңіздер! Біздің елімізге белгілі талай Шымкент қаламыздан түлеп ұшқан жайдарманшы жұлдызды ағаларымыз, жайдарманшы жігіттер осы біздің Шымкент қалалық ішкі чемпионаттан бастау алған. Сондай әдемі жұлдызды жайдарманшыларды шығарған осындай ішкілік өзіміздің жайдарман жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен қайта бастау алып жатыр. Ендеше бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Біздің ішкі чемпионатқа маусымның басында 33 топ келіп тіркелген. Ол жақсы көрсеткіште біліп жатырмыз. Соның 15-і бүгін алдарыңызда өнер көрсететін болады. Сол 15 әдемі топқа қазылық етет, ағалық ақылын аямай бағасын беретін мен әділ қазы алқаларымен таныстырып өтейін. Арна енді қонақ болғаннан кейін біздің жайдарманшы аға буын өкілі номер 1 беташарист өте сондай стилі де, сәні де, салтанаты да келіскен. Бүгін бізде қонақта қазылар алқасының құрамында Қабдол Тілек. Өңірінің мақтанышы, әлем чемпионы Біржан Жақып ағамыз келіп отыр. Ардагер жайдарманшы, үлгі тұтатын ағаларымыздың бірі, Әзіл әлем театрының белді актері Медет Досқанаев. Шымкент қаласының мәслихат депутаты Мұрат Жолдықожаев ағамыз бүгін. Және де соңғы біздің осындай әдемі ойынға қолдау көрсетіп бастау алып жатқан жастар ресурстық орталығының басшысының орынбасары Заманбек Орынбек мырза. Тамаша, енді бүгін көптеген топтардың тұсауы кесіледі. Алғаш сахнаға шығып жатқан жас жайдарманшылар бар. Сондықтан қате кемшілігі болса көз жұмып қарап барынша қошемет көрсетіп, бірімізге біріміз қолда көрсетіп отырайық. Енді осындай ойынды бет-пердесін ашып беретін арнайы Самал Мөлтек ауданы номері 136 орта мектеп оқушыларынан құралған No Comment жайдарман тобы сахнада. Бақтияр, налардың бәрі шұбырып неғып жүр? Білмейм, үйірменің бәрін әкеп бізге тығып адыр ғой. Апай неғып жүр? Қайырлы күн, Шымкент! Жоқ дегенімде табылар. Құрметті көрермендер, біз бүгінгі ойнайтын командалардың арасындағы жалғыз мектеп құрамасымыз. Сондықтан да бізді бала ғой деп менсінбей қоймаңыздар. Біз бала болсақта көп нәрсе білеміз. Біз бала болсақта көп нәрсе білеміз. Біз бала емеспіз. Біз бала емеспіз. Біз бәлеміз. Мысалы біз Аднарасканың не екенін білеміз. Ақшасы жоқ қыздар арбатта көп қыдыратынын да білеміз. Сосын тойға өзінше болып каблук киіп баратын қыздар, сумкаларыңызға кроссовка салып апаратындарыңызды білеміз. Және үлкен ағалар бізге келіп әпше сұрауды қойыңыздар. Біз өже
Ашу өретін жастан асып кеттік. Это уже банально. Жігіттер, не айтып кеттіңдер? Биыл президентіміздің жарлығы бойынша осы жыл балалар жылы деп аталды. Сол жайлы айтайық та? Қош. Балалар жылы дейтіндей. Не айтамыз? Саған балалар жылы дейтіндей. Телефон әперді ма? Жоқ. Үй әперді ма? Құрметті министр ағалар, балалар жылы деп мынандай киім бермей-ақ қойыңыздаршы. Рахмет. Біз түгілі әпшу сұрайтын ағаларға деу ғой. Ағалардан деу ғой. Жердің жәннаты бақыт екен туылған шым қалада мен 7 миллиард жан жүрген жердің. Жігіттер, мектеп командасы екенімізді білдірмей, үлкен командалар ұқсап ойнайық та бір, Я, дұрыс айтасың. Мен онда осы сәтті пайдалана отырып, мен өз қызыма сөз салайын. Медина, мен саған бұрыннан бері айтқым келіп жүрген. Қойш. Құрметті үлкен командалар, үйтіп өтірік қыздарын сахнаға әкеліп, оған сөз салып, ол я деп, конкретно жақсы көресің ба? Алда құрыл. Адам көп жақта не бар? Қызықтың бәрі адам жоқ жақта ғой. Соны сонау мектептен кеп біз айтуымыз керек па? Сөз соңында біз Самал іштегі номер 136 жалпы орта мектебінен келіп тұрмыз. Құрметті жоғарыдағы ағалар, бізді 136 дегізе бермей, белгілі бір тұлғаның атын берулеріңізді сұраймыз. Сіздермен бірге болған қазақ тұлғаларын ұмытпайтын No Comment құрамасы. Рахмет. Ой, тамаша. Самал Мөлтек ауданының номері 136 орта мектептің оқушылары. Арман Беркінбай деген сияқты ат бере салу керек қой. Керге жүргенше No Comments командалардың атында Зуни пасты қойса деген. Кеттік. Бүгін енді еркін құрамалары көп. Солардың бірі алғашқы еркін құрама Хабардамыз Жайдарман тобы. Ақ сары жасыл қызыл көк үстін ортадамыз, қап қара кет адамыз, ақ қара лентадамыз, қайтыр айынға досын, ағайындарға тосын. Жігіттер, бірден айтайын, мыналарың болмайды. Болмайды, болғанда әлі бастаған да жоқпыз ғой біз. Тем более бастау болмайды да, бірақ. Неге? Енді дұрыс қой, әкесі бар адамдар бастамайды ғой. Айлығы 400 жұмыс таптым. Күніне 1-ақ сағат істейсің. Әбетте бірде барасың, екіде қайтып кетесің. Не деген жұмыс ол 400? Военкоматта қапал батыр бар ғой. Сол әбет кеткенде атын басын ұстап тұрасың. Әңгүдік. Сенің қарсыластарың Адбифиге билейтін командалар. Оларға қарсы бір мағыналы әзіл ойнау керек. Жігіттер, міне, шықайындар кеп қалды міне. Тоқташ, мына сөзді кеше түнде бір жерден естіген сияқтым. Қардоннан естігесің ғой. Құрметті достар, таныс болыңыздар. Бұл қыздың аты Дана. Дананың мамандығы уролог, папандығы филолог. Жігіттер, мен қалаға келген жаңадан первашмыншы. Атанам сағынды мен мамамның еркелеткен сөздерін сағындым ғой. Алтыным, қошақаным дейтін еді ғой мені. Мен де мамам балапаным дейтін еді. Біздің мама неміс қой. Нағаш атам аты Генрих. Ача жігіттер, мен тоқалдан тудым ба не? Иә. Ендеше ойынымыздың басын Шамшық Қалдаяқ пен Эминемнің өлеңдерін тыңдап өскен балан сөзбен бастаймыз. Don't match шет жүрсем сағынарым.
сонымен көреміз достар, өзінің жұмысына қатты беріліп кеткен археолог. Так, балалар, Шыңғыс хан деген осы. Көрдіңдер ма? Иә, көрдік. Болды, көріп болсаңдар, көміп тастаңдар. Сонымен көреміз достар, өзінің ата-анасын жақтырмайтын бала. Наконай, біздің үйге бала боласың ба? Болам. Асырай аласыңдар ма мені? Иә. Компьютер, Wi-Fi бар ма үйлеріңде? Бар. Кәмі саммиттерін тық қойып, ит қылмайсыңдар ма? Жо. Давай такси шақыра бер, қазір заттарымды жинап шығам. Есенбек, Ғалия, мен кеттім. Любовь и сон я всегда найду это обниму, буду нежно целовать тебя, крепко обнимать. Рахмет, Алла жар болсын бәріңізге, рахмет, шапалақ болсыздар ғой. Ойын соңында жай ғана өмір тамаша сүре білген адамға. Сол үшін сүре жаттап жүрейік ағайын. Сіздермен бірге болған Натури хабардамыз ағайын. Көп рахмет. Хабардамыз жайдарман тобына. Хабардамыз деп қояйық. Енді үшінші команда Әбдіміса Қуатбеков атындағы Халықтар Достығы университеті. Достық әлі бар ма бұл команда? Біреу мойкада жүреді ке шайдер? Қиын, аман болыңыздар. Достық жайдарман тобы. Достық боп ағайын алдарыңа, жеңіскен үмітпен біз дегені. Қайлыға шымғала! Сен едің тәтті бейне, кетесің қатты кейде, сонда да сүйетін. Жігіттер, жайдарман, маусым ашар. Бірден жақсы жаңалықтан бастайық. Біздің командадағы Нұргелді үйленді. Нұреке құтты болсын. Ой, рахмет. Қандай қыз үйленді Нұреке? Рахмет. Қандай қызға үйленгенде кәдімгі тәрбиесі тал бойына жарасқан, ата-анасының тәрбиесін алған кәдімгі. Тек дәулеттің қызын алдым. Болғанда қандай қыз деп сұрап қызық тұрған жасың сен? Шешем жайлы айтып қызықтыр жүрдің ғой сен. Толығырақ айтшы шешем жайлы. Толығырақ айтқанда бокс көресіңдер ме сендер? Сол бокста ортасында бірінші раунд, екінші раунд деген ап шығатын бар ғой. Сондайын бір іліп әкетіп қалғансың ғой сондайын. Не істедің сен? Бағаны өнегелі, тәрбиелі деген бәрі қайда кетті? Қалай болады ол? Тұр ғой тәрбие өнеген бәрі тұр ғой сол жерде орнында. Қалай болғанда зор болады ол. Былай бүйтесің, қиналып жүрмейсің да, қағазға обед, ужин деп жазып бересің. Үйден бүйтіп бір өтеді. Папашка бізден бұрын обед жеп алады. Ендеше дәл осылай болмай ма? Қоя тұршы. Көзімде мөлдірмін уайым бар. Саған бұл қайғыны берген кім? Деп күлуге дайындал. Себебі сахнаға мен келдім. Достық келді! Көреміз достар, ит үйретіп жатқан жігіт. Үстіп істеш, ақтөш шарт бердің мені, бар ғой? Жүрегім біредің еніммен, сені сендірмей, сені білемін, жүрегім біредің еніммен. Әйелінен қатты қорқатын ұшқыш. Аужан, үйге қайт. Кәз ба? Досым сен өзің айдап кете бер, мен әйелім шақырып жатыр. Жүрегім біредің еніммен, сені сендірмей, білемін, жүрегім біредің еніммен, сені Әйелін тез сағынып қала беретін батыр. Жан, көрдің ба, сен сағынғаннан жауды есік алға дейін ап келдім, жан.
bilemin жүрегім жүрегім бір едің менімен сүйемін сені сендірмен сүйемін сені сендірмен білемін жүрегім жүрегім бір едің Өте асығыс таксист. Водитель подъехал. Көрдік кегенді шілі екінші этажға машинамен кірмейтін шығарсың. жанымды менің жаулаған қызыл раушан бақытта сені баға Рахмет достар. Әр адамда арман мақсат болады. Біздің команданың арманы, мақсаты жоғарғы лига. Сахнада құласақ та өмірде құламай қағайын. Рахмет. Достық жайдарман тобына үлкен алғыс білдіреміз. Енді төртінші еркін құрамалардың бірі Карамель жайдарман тобы. Аты қандай керемет. Тезірек келмен әтерге Карамель, баралем, бара бер таралем Жаныңа беремін мен жаңа дем Енді не болары маған параллель Сүйіскім кеп жүр деп айтайын десек тәрбиеміз жібермейді да. Бізге үйдегілер жігіттің қолын ұстасаң бол, екі қабат болып қаласың дейді. Біз соған әлі күнге дейін сенеміз. Деп айтайын десек, сіздер сенбейсіздер да. Қыздар, бәрібірде біздің командаға бір еркек керек. Оны аяқ астынан қайдан таппақшысың? Мына жақта біреу еркек керек деді ма? Көріп тұрсыздар ғой, біздің команда үшін осындай жігіттердің өзі Сұлтан Сүлейман. Бізге жігіттің түрі, бойы маңызды емес, бізге тек бір-ақ жері маңызды. Жүрегі. Осы байқайсыңдар ма, орыс көшелерде орыс жігіттер қаптап кеткен, кәдімгідей. Қарасаң, көздері көк, бойлары ұзын, жауырындары қақпақтай, иықтары тоқпақтай, бітіп, бір қарасаң, отанын қорғайтын сияқты. Ай, жұмыс істеп жүрген шығар, жұмыс істеп жүр. Оны қойыңдаршы, мен жақында бір жігітпен жүріп бастадым. Брат, ондай әңгіме емес. Болмайды екен, анан әпер, мынан әпер деп ыңырсып, жолда қалып кетіп, қарызға ақша сұрап, оны қайтармайды да ғой еще. Әдем жігіт болғаннан кейін ішің ашымайды да, просто қалғандардың бәрі мынау сияқты. Сол жігітпен жүрем деп мен өзгеріп кеттім, қыздар. Сол өзгергенімді жаңа сыртта балдармен темекі шегіп тұрған кезде байқадым ғой. Тоқтаңдаршы. Не болды? Үшеуің бір мен бойымды құрастырып, түрімді бір батпақтан жасап алғандай мазақ қылып тұрсыңдар ғой. Әзілдеп қояды өзі. Байқайсыңдар ма, четыренашкамен жүретін жігіттердің бірақ спортивкасы болатын сияқты. Адидас деген. И то дысы түсіп қалған. Еще аукстары бар ғой. Олай болса ойынымыздың басынан бастаймыз. Сүйіскім кеп жүр. Сонымен тамашалаймыз түнгі клубта өткен қыз сыны. Бүгінгі өткен отаным алтын бесігім атты түнгі клубшілік қыз сыны байқауында трубаға жабысып билеген үшін Сәрсенбаева Айкүміс тәрбиелі қыз номинациясымен марапатталады. Сыйлыққа Мантабарка.
сонымен тамашалаймыз жатақханада болған жағдай. Түү, жігіттер, колаға ештеңе қоспай берсе болады ғой. Коладан емес, ол өзінен. Ей, жоқ коладан сол. Ұйықтасыныш болды, түш кет. Қыздар, кола ішкім кеп тұр. Ойын соңында өздерінің жан рахаттары үшін баняға түсетін Карамель. Саған әлі көп уақыт керек, менің болу үшін мен тану керек. Мен суперзвезда, менікі екен жүрек бір. Сүйіскілері кеп жүр. Мейлі, аман болсын. Келесі еркін құрама, 5-ші жайдарман тобы, Ақбұлақ құрамасы сахнада. Жас көрінінде жайнаған, масатыдай жүрсің. Сайрам жақтан келдік. Сайрам жақтан келгеннен кейін тіліміз сәл бұрмаланып кете береді. Оған мән бермейсіздер енді. Бізде бір ерекшелік, бізде сауда саттық өте қатты дамыған. Тіптен мынандай адамдар кездестіруге болады. Ағай, қойыңызшы, қызын жасын сұрамайды. Қайдан көргесіз қызын жасын сұраған? Қарындасым айналайын, түсініп тұрмын ғой, просто алкоголь өнімдері 21 жастан бастап сатылады. Енді бізде бір ерекшелік, сауда қатты дамығандықтан кейін бізден мынандай сатып алушыларды да кездестіруге болады. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. iPhone 14 бар ма? iPhone 14 жоқ бізде. 12-ші. iPhone вообще атымен жоқ бізде. Не бар? Ештеңе жоқ бізде. Енді ештеңе жоқ болса жауып кетпейсіздер ма? Кілт жоқ болып тұр ғой сол бұл жердің. Жоқ, кілт болмаса енді охранникке біреуге тапсырмайсыздар ма? Охранасы да жоқ қой бұл жердің. Жоқ, не здание бұл? Здание салынбаған ғой бұл жерге, інім. Жоқ, не ақ отырсыз онда? Мен садақа сұрап отқам, негізі сен не сұрап жатсың? Құрметті достар, бізде сауда саттықтан бөлек мал шаруашылығы өте қатты дамыған. Бізде қой, ешкі, сиырларды базарларға емес, бізде арнайы бутиктерде сататын болған. Кел айналайын, қайсы қой? Көрсетші маған. Мына көк қойды беріңші, мына көк қой. Көк қой ма? Мынау ма, осыны алып берейін ба? Осы көк қой. Түсір. Көрші, інім. Көкем, мына қойыңыздың тісі жоқ қой? Сіз жоқ па? Болмай ма? Мына сиырларды қаншадан деп тұрсыздар? Сиырларды астынан қараш, інім, сосын көреміз. Жалпы ауылда айтатын болсақ, ауыл жайлы өте көп әңгімеміз. Жалпы біздің ауылдың әкімі жұмысына немқұрайлы қарағандықтан қызыл кітапқа енген адам. Оған себеп мынау. Акиматтың алдындағы ит таптысасыңдаршы. 5 күн болды жатқанына. Әпше түсініп тұрмын. Бір күн болды. Бір күн болды тұрғандарыңызға мақылмен ауылға газ жүргізіп берін делік. Су да жүргізіп берейінші мақыл ауылға. Жолда салып берін делік. Бірақ оның бәрін сіздер ана дүниеге алып кете алмайсыздар ғой, әпше. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Ливан мемлекетінің астанасы Ақбұлақ құрамасы. Мама, енді күнде бұл шығат. Үстің оңнар еттіледі, үстің оңалар. Қалада жүреді балын. Көп рахмет. Бүгінгі ойынымызға қолдау көрсеткені үшін ішкі саясат басқармасына алғыс білдіреміз. Және де жастар ресурстық орталығына да алғыс білдіреміз. Қолдап, қошеметтеп қойыңыздар. 6-шы команда Балдәурен Республикалық оқу сауықтыру орталығы жастар жайдарман тобы. Қайырлы кеш, Шымкент!
қатырасыз де. Ой, зал лық толы. Тұрып көріп жатыр. Бірақ байқадым, сахна сыртында тұрмыз, шапалақ онша емес. Мүлдем онша емес. Кеттік. Мен кішігірім ойын ойнатқым келіп тұр. Кім мені көріп тұрып бір шапалақ? Өзім поклонниктерім ғана ұрды ғана жерде. Балдәурен, бәріміз бірге кеттік зал. Кім мені көріп тұрып бір шапалақ? Ой, жақсы, естіп тұр 2 шапалақ. Көріп естіп тұр 3 шапалақ. Ой, керемет. Бір настрой болсын да, біздің команда киініп үлгере алмай жатыр да. Не істерін білмей жатырмын. Бүйтейік. Залды дәл ортасынан, дәл қақ ортасынан былай екіге бөлейік. Сол жақ және де оң жақ болып. Қазір мен қолымды жұмған кезде 2 рет шапалақ ұрамыз. Сол жақ кеттік, сол қол. Төбе жақ кеттік. Оң жақ. Бірге. Сол жақ. Ой, молодцы. Қолымды ортаға 5 рет істеген кезде бүкіл зал 5 рет ұрамыз. Кеттік. Ойбай, не деген шапалақ. Кеттік. Сол жақ. Оң жақ. Дәл осыны қазір музыкамен жасаймыз. 5 рет, 2 рет, 2 рет. Кеттік олай болса. Y volver, volver, volver. Өзің қабағы. Ойбай таты, біздің кім екеніміз білмей ат, далбалақтап кеп, жекіре сағаның ше. Танымайды ғой бізді бұлар. Кімсіңдер, не дейсің маған? Таныстырайға, ешкім танымай жатыр. Біз Балдәурен Республикалық оқу-сауықтыру орталығынан келген ұйымдастырушы ұстаздар, вожатыйларымыз. Вожатый болсаңдар, амандаспайсыңдар ма? Ал, жастар тобы амандасамыз 3-15. Жастар тобы батыр, сәлем беріп жатыр. Хей! Сәл ары тұрайыншы, неміне бөлін олар? Сонда топтарың аты жастар ма, неміне бөлі ол? Біздің топ, жаңа жастар. Жастар педагогикалық тобы. Мультфильм оналар, Сендер ұран айтамыз деп бәлі болмады? Біздің ұран! Біз балған бастаудаймыз, Балдәуренді таңдаймыз. Жастар! Құрып кетеді жәме. Мен түсінбей атым, мойындағы неміне біле шарп? Шарф емес, бұл галстук деп аталынады. Галстук бізде 2-ге бөлінеді. Олар көк сары және сары. Көк сарыны мынандай галстуктарды жұмысқа енді келгендер тағады, енді келіп жатқандар жұмысқа тағады. В общем, сарылар, көк сарылар Жұмсайды. жұмсағанда қалай жұмысты үйретеді. В общем, көк сарылар құл ма? Сендер кән масок күш жоқ командасындар ғой, Біз білесіңдер ма, Марат Достаевтың құл екенімізді? Көк сары десің. Көк сарысымыз ғой, білесіңдер ма? Ой, бәрекелді. Тағай Нұралиев. Тағай Нұралиев. Тағай. Естіңдер ма, Тағай Нұралиев татеме арнап, өлең арнап атыр бұл. Қайттан қойшы кән? Тағай Нұралиев. Тағай Нұралиев. Осы Тағай ағамыз үйленген ба? Жоқ, белі болса емес оның. Онда болашақта үйленші лайф сториясын мен сүрем. Лайф сториясыз, лав стори десіш. Ғашықтар видеоролик мен сүрем. Примерно осыны музыка болып атады. Қызды күні екеуі тізеден келетін қарда кетіп баратады ғой. Тағай Нұралиев ағам сәл күйіншік қой. Қарда әйеліне қарай шашады ғой. Деп атады ана жерде екеуі. Сол кезде сол момент пайдаланамын да дронмен жоғары аламын ғой мен. Дронмен жоғары жақтан екеуі көбелек болып жатыр. Примерно. Сол дронды пайдаланып ағарай дамытып космосқа кетіп қалам. Енді Тағай Нұралиев ағамыз космонавт қой. Ұшып жүр. Бүйтіп әйеліне қарайды да, беті әйнек қонаның. Аузымен деп болайды да, мен сені сүйем жаным деп. Анау космонавтың әжері түргішкісі бар ғой, ауа кіретін. Соған камераны тығып, өзім кіріп кетемін ішіне. Камерамен кетіп баратырмын. Жаңа қыстан шығам ғой. Дала, боран, суық,
қатып қалдым ғой мен ана жерде. Сен натури қатып қапсың ғой. Ендеше қыс бітпей шұткыларымызды ойнап Жастар! 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 Рахмет, олай болса барынша фантазиямызды қосайық. Мынау тұрған света музыка бар ғой, соның ішіндегі светтер қалай жұмыс жасайды екен. Жан кетпе, жан кетпе. Братан, туған күні. Қызыл. Қашқақ қызыл бұл сары Ей, сары қайда? Сары. Жан. Керемет! 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 Рахмет, сонымен біздің келесі әзіліміз. Бұндай да болады екен. Кентаврлардың махаббаты. Ренжідім мен саған. Өмір Жан, ренжімеш. Ренжідім саған. Ренжсең, мен де ренжиме. Қорқып кетші. Тамаша! 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 Стоп. Сценарий бойынша сізге қашық болып қалды да, ренжімеңіз, Рахмет. Ойын соңында. Құрметті көрермендер, сіздер өздеріңізді тәрбиелей алмай жүрген кезде біз болашақта тәрбиелейміз. Бірақ бұндай әзілдермен емес. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен жастар педагогикалық тобы. Рахмет. Марат Қамбарұлы, Марат Қамбарұлы, Марат Қамбарұлы. Рахмет болды. Күшті. Шаршамай дегенсіңдер. Әдем, осылай қолдап отырайық. Келесі топтың енді бұндай қолдаушылары бар ма, жоқ па білмейміз. Сағына төрінде Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті саяхатшы Дара. Саяхатшы Дара дегенге шорти майк мен шығатын команда деп ойладыңыздар ма? Майк жоқ. Киюге де жалғаны жоқ. Қуанышта да жоқ. Сенде ше? Менде бар. Не бар? Кейбір қазақ қыздарында жоқ қасиеттер бар. Қандай? Ар, намыс, ұят бар. Әзілше? Қу, марш, сатырап шықпын ғой. Команда мүшелерімен таныс болайық. Бұл Гүлзада. Гүлзада кез келген мақал мәтелді өзіне ыңғайлап алады. Аққуды атам, досымды сатам. Түсінбедім мен. Менің халқым неге күлмей отыр? Бұл қуаныш. Болмайтын іс-әрекеттермен мақтанғанды жақсы көреді. Спичканы аузыма салып өшем, аны жабысып тұрған шыбындарды ажат жібем, жеді құмырсқалар жүрсе төбелестіп қоям. Ең соғысы бегамотқа мініп алып шапсаң ғой. Кей кезде осылай ерсілеп кететініз бар енді. Тоқаев менің әкем ғой. Өзіне көп алатын ату. Москвада мүлдем болмаған жағдай. Кел балам, саған Москваны көрсетейін. Жағдайы жоқ кендір-пати. Қай қолда, деп қоясың ғой бәрі. Сонымен тамашалаймыз, кейбір отырыстарда осындай жағдайлар болып тұрады. Рома, қайсын жүрейін? На, 11 шыбынды жүр. Рома, енді ше? На, 12 қарған жүр. Рома, мен қайсын жүрейін? Сен жүрмей ақ қойш, болмаса қайтсайын. Numa, ей.
рахмет достар. Сіздермен бірге болған Жайдарман сахнасына саяхаттауға келген саяхатшы Дара. Кездескенше. Көп рахмет. Келесі шығатын команда Жеті Тандыр деген дәмхананы білесіздер ма? Кім біледі? Я? Қарындарыңыз ашып отыратын кім? Я деп. Сөйға жүріңіздер дедім. Мейлі. Арнайы келесі шығатын команда осы Жеті Тандыр құрамасы деп аталады. Жеті Тандыр дәмханасының қызметкерлерінен құралған. Енді бір әдемі әзілмен қарын тойдырады деген ойдамыз. Сахна төрінде Жеті Тандыр құрамасы. Жаңа Қазақстан, жаңа команда. Әр клиентім менің жалғызым, қайырлы кәшім ке! Құрметті көрермендер, Жеті Тандырдан келді. Құрметті көрермендер, сіздер біздің тамақты ғана жейсіздер, бірақ тобырлар танымайсыздар. Құрметті көрермендер, көреміз. Сіздер тамақ жеу үшін бірінші аспазды тану керексіздер. Бұл Самат ака. Самат ака 27 жылдық стажы бар. Ойлаңыздаршы, 27 жылда бір тамағынан шаш шықпаған. Өйткені былай қарап отырсақ, мына жерде барлығы студенттер, сіздер тамақ жеуге Жеті Тандырға келулерге ақшаларың жетпесе, біздің шеф-поварымыз Ерлан аға. Ерлан ағаның артынан кішкентай скидка. Мына 1000 теңге лагманды 999 теңгеге жей аласыздар. Келесі бізде шаттық. Құрметті көрермендер, шаттық таптырмайтын повар. Ойлап жатсыздар ма? Анталия, Германияда істеген жоқ. Қарыз алады, таптырмай кетеді. Неппене мынау не мынау? Сіздер түсінбей жатқан шығарсыздар. Мынау клиенттердің көбісі тамақ жеуге келген кезде тамақтан бұрын зарядка сұрайды. Не үшін? Үйлеріңізден тығып келсеңіздер болады ғой. Сол үшін бүгін залда да кездесіп қала ма деп алып шықты. Құрметті көрермендер, мына жалпы тамақтарыңыз кешігіп жатса, сіздер даяшыларды боқтайсыздар. Бұлардың түк кінәсі жоқ, біз кінәліміз. Өйткені сіздер тамақты асықтырасыздар. Ал неге? Өйткені тамақ асығып шыққан біздің аспаздарға ұнамайды. Ал тамақ жүн жүрекпен әдемі асықпай сіздерге бару керек. Сол үшін бүгін Жайдарманда ең алғаш рет ойнап тұрық. Біз кішкене қобалжып тұрмыз. Өйткені неге? Біз ешқандай да жайдарманшы емеспіз. Налар шын өмірде аспазшылар, ал налар шын өмірде даяшылар. Сіздермен бірге болған Жеті Тандыр құрамасы. Көп рахмет. Жайдарман мүмкіндіктер мекені, түрлі маман иелері келіп, тек әзілкеш болуы шарт емес. Сондықтан біздің Жайдарман сахнасы барша талантты жастарды күтеміз. Және де 19-шы осы айдың 19 жұлдызында біздің 1-4 ойындар өтеді. Осы залда Жайдарман ойындарына шақырамыз. Енді арнайы еркін құрама сахна төрінде жеке шаңырақ Жайдарман тобы. Құрмет достар, мыналар неге толық құрамда шықпай тұрды, бірден ойлап тұрған жарыстар.
Шаңырақ шайқалды, қымбат достар. Негізі әжептәуір команда ек. Әкемізді жексен, оны бәр жеки дейтін командамыздан жеки шаңырақ қойып алып, мына жерде үлкен ағам әйелмен, мына жерде мынау әйелмен шүйіркелес бір зор тұрышек. Бір уақытта шаңырақ дастарханға топ ете қалды. Мынаяқтан үлкен ағам әйелі қаңқ етті. Оны көрді, мынан әйелі саңқ етті. Мынау ит қырсық қойған, қырсық ше бұл же. Қырсықта біреумен бар, әмпи-жәмпи болып, мына екінші жеңшем жарқ етті. Сөйтті да Toyota Camry 200 мен. Toyota Camry 200 мен келді, бамп етті о. Қосшынысты эмбрион. Сен сонда Адбипкімен артымды әдем жауып кеттің деп тұрсың ба? Или сен айтып атқан Toyota 200-ын халық білмейді деп атсың ба? Не сөйлеп атсың сен өзі? Қалай сөйлейтін білесің бе өзі? Ерлан, мұна сеніңінің, меніңін мене айтып тұр. Бірдеме десе еніңе? Или әлің жетпей ма? Ой, пырмай, мына зымсияны қарашы. Ой, пырмай. Келін жандағы айсара ғой мына зымсия ше. Кегені кеше мұнаның ше екінші қатыны болып. Туған бауырлардың арасында отсап тұрсын қарсай мына бәленің. Үйбай не ақпты сен туған бауыр болсаң. Сен туған бауыр болсаң, мен оның құдай қосқан жарымын. Ерлан, таңда. Не сен болашақ аналарың балдары? Не? Мынау. Аналарың балдар деп қалсы бірақ, ол қалай болады екен ол? Мен мынау Микожан тұрғанда бір анадан туған бауырлардың арасында таңда қойғансыз. Бұл мен алдың көш ағам, мен мұны артынан ізін басып келатқан інісімін. Ереке деп қоймыз. Дұрыс. Микожан, әңгімең барлығы дұрыс. Сен кешеге бүйт бауырлардың арасына отсам айналайын. Мынау енді Микожан. Міне, менің ағам деген осындай болу керек та міне. Енді мынау керемет өлең бар. Әлемнің мәні әйелде дейді. Мен енді осы тұрғанда әйел таңдысам ба деп тұрмын қазір. Ереке, сіз жәмін Микожандікі дұрыс деп нәрселер неғып батыресіз қой. Өлеңге ерді неғып бетсіз. Бауыр туралы өлеңдер бар, бауыр керек өмірде сырласатын дейтін бір. Ондай өлең тыңдамағасыз ба не? Ондай тыңдамадым мен, дайып етпе. Жаңа айттым, әлемнің мәні әйелде. Әйелім таңдайым. Қойыңдаршы. Үстесіңдер ғой сендер. Балдар. Мынадан кейін аға, апаға не нада. Микожан, шаршадың ба бала? Сен бізге өкпелеме, әкең өкпеле, сыртқа... Құрышы. Құлындар сыртқа. Әжептер мөкіні батсақ нәреді аға деп. Микотай, алтын қайным менің. Аға айтқан сөзге настроение түсіп, көңілге ап қалдың ба? Я, жеңше көңілме ап қалдым. Сауап. Сол керек. Рахмет достар. Сонымен көреміз. Өзін өте төмен бағалайтын көше жігіті көшеде. Інім қалтаңда сағыз пазыл бар ма шығарсай? Менде қара көзілдірік бар. Менде қызыл тақта көк бар. Менде капелька бар. Еще такой. Көреміз достар, Рекетир фильміндегі Саян пышақталатын күні басқа көшемен жүрсе қалай болады екен? Вот и все. Кім ана көшеде қиналып атқан, Менде қара көзілдірік бар. Менде қызыл тақта көк бар. Менде капелька бар. Еще такой. Менде қара көзілдірік бар. Көреміз, өте еріншек шаштар аз. Ассалаумағалейкум, шашымдап беріңізші өтініш. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен жеке шаңырақ құрамасы. Шаңырақтарыңыз шайқалмасын. 30-ға келіп қалды жасты, әлі расты, білгеннің бәрі рас па? Брат тоқта, енді кеттік бәрін тасты. Көп рахмет жеке шаңырақ жайдарман тобына. Енді келесі шығатын құрама қымбатты көрермендер.
өте бір сондай ерекше, басында түсінбей қалуларыңыз мүмкін, психологиялық тұрғыда ауыр тиюі мүмкін. Сондықтан барынша өздеріңізді дайындап, түсінуге, күлуге дайын отырыңыздар. Сахна төрінде бәрекелді кірпі Жайдарман тобы. Түсім сынды. Әйелін тепті. Ана кішкентай қызымыздың көзі көрмей қалған. 6 ай болды. Мен танымайды. Папа деудің орнына ата деп мен. Сөйтіп ана врачқа апардық. Сөйтсек ана біздің үйде қатын қызымыздың шашын қатты қылып өріп қойған ғой. Сөйтіп буып қойған ғой, бүйтіп. Содан көзі көрмей жүрген ғой. Врач көрді, бірден шашын шешіп еді, көз доп-домалақ болып орнына келді. Сөйтіп қызым деп, папа деп мені таныды. Сөйтіп ана әйелге айттым. Қызымыздың шашын өрме деді. Өрем дейді. Өрме деді. Өрем дейді. Өр ал дедім, аузым жарқ еткізді. Мұны ескі жауып қойсаңдар ше. Ой, қалай? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Шүкір аман сен. Не істеп тұрсың? Жайдарманға дайындалып тұрмын ғой. Жайдарман? Не істеп тұрсың? Алдараспан көрінісін ертең фестивальға апарайық та. Осыны ойнап тастайық. Неге? Айыр жібереміз, тексерілген мынау. Алдараспанды ма? Алдараспан? Қумаш. Мен Алдараспанды осыдан 10 жыл алдын анау Айға, Қазақстан, Шымкент деген сияқты каналдардан көрген ғой мен. Үшеуі арасында бірден беталды рекламай береді ғой. Больницаның сырты болады да. Америдаке Қытай дәстүрлі емдеу орталығы. Буын ауру, осихондроз, артрит, артроз, созылмалы бір нәрсені емдейміз дейді да. Бір адам кроватта жатады, артына жаңа китайс ине тығып атады ғой, әр жерін. Сөйтеді да, типа бір емделіп қалған бір апа мынандай столда отырады. Мына көптен бері аяғым ауырып. Аяғым ауырып жүрамайтын ем, осы Амирдақты естіп кеп емделіп, қазір секіріп билеуге дейін барамын дейді. Айтпаппын ғой, шайға отырсай. О, шай. Шай суып қалмады ма? О, Бекона, шайың шай емес, бал. Бал ішіп қойдың ғой сен қазір. Шайды енді берейін деп жатырмын ғой. Шай енді ма? Асықпасай, Олжас. Қайдан білейін соң? Нан батырып жейміз деп қойып қойып еме. Білмей қалдық па? Мақұл қойып жүрші, Жайдарман не істейміз? Ойбай, Жайдарман не істейміз дегенде, қазір Жайдарманның форматы өзгеріп кеткен. Баяғыдай Жайдарман жоқ, қатал. Осы Шымкент қаласының филиал директоры бар ғой, Марат Достаев ағамыз. Ойбай, ол кісінің ашу жаман екен ғой. Өткенде Жайдарманға біреу кешіп келіп еді, Мәкең ашуланды ғой. Ана сілімтікті алып келіңдер. Ана сілімтікті алып келді қолынан желкелеп, осындай ағаш орындыққа отырғызып қойды ғой. Сөйтті аяғын арқанмен байлады ғонан. Сөйтті Абыройдағы Нұрғанатпен Бағлан екеуі жуан-жуан екі ағаш алып келді, аяғын арасына тығып ажыратты ана. Ойбай. Ана байқұс қиналып жатыр. Пульмунчуңдың дактары. Простите, больше не повторится. Айтып жатыр, Мәкең жаны ашима деп қарасам, жоқ. Мәкең анда Жайдарманның значогын отқа қыздырып тұр ғой. Сөйтіп келді ана иығына пыс еткізіп басып алды ана. Ана байқұс қиналып жатыр. Сөйтіп Мәкең, бәрің тыңдап алыңдар, кімде-кім Жайдарманға кешіп келеді, оның иығында осындай таңба қалады деп еді. Сол жердегі дүйім жұрт, әміріңізге құлдық, ұлы мәртебелім, кешіруіңізді өтінеміз деді. Сол кезде мынандай үшкір қорғандардың төбесінен садақшылар шығып қалды ғой дейді. Сөйтті да Мәкең қылышын суырып алды. Тоқташ. Немене беле, Жайдармандарын Көгөрияда болған ба сендер? Сөйт, жұмоңды қатты көрем десей сөйт. Сол. Не істейміз Жайдарманды, не қылатын болды? Жайдарман, бір әзіл бір нәрсең бар ма, ойнайық та? Әзіл ойнамай қойық. Неге? Алдараспаннан кейін халыққа ауыр болып кетеді ол. Алдараспанның өзімен біраз жерге апарып тастаймыз халықты ше. Онда іштен ойнамайтын болсақ кеттім мен. Тоқтай түсейді. 1 минут. Құмаш онда жоқ етсін әрі.
тұра берсей тып-тыныш өзі қатырамын. Қумашы бек. Құрметті көрермендер, мен дәл осы сәтті пайдаланып сөйлесіп жүрген қызым бар еді. Соған өзім сөзімді айтсам деп тұрмын. Еңлік, қолыңды жұмш. Қап-қара түнек пе? Жоқ. Қой, қап-қара түнек емес пе не? Ол қалай болды? Или мен шатасып тұрмын ба? Мақұл қой бір, қап-қара түнек болды деп елестетші. Сол түнек менің сенсіз сүріп жатқан өмірім. Еңлік, мені сол түнектен шығаршы. Маған тұрмысқа шығасың ба? Жоқ. О, Бико. Молодец, сонша халықтың көзінше жоқ десе де, ұстамды, сабырлы жігіт екен. Түрі берген жоқ қой. Молодец. Осындай ұстамдылық жігітке жарасады ғой негізі. Ұстамды болу, сабырлы болу. Айбай. Позор болдым ау, позор болдым ау. Нем бар еді десей тәпіштен. Мә жерде қаншама әдем қыздар отыр ғой. Ой, сол қаншама әдем қыздар сені түсінеді. Түсінеді ғой, просто олар мен мачо деп ойлап отырды ғой. Жер болдым ау, жер болдым ау. Қожа Ахмет Яссауи сияқты жердің астына түсіп кетейін ба? Қой, қай-қайдағын айтпай, Қожа Ахмет Яссауи несі? Жайдарманнан бетім қайтты менің кәдімгідей. Енді ойнамаймын. Бико, өмірде қандай жағдай болса да, өмірге позитивті көзбен қара. Осындай позитивті көзбен қарап жүр. Өмірде қандай жағдай болса да, позитивті көзбен қарай білетін бәрекелді кірпі. Рахмет. Шашыратты қинамасын, сүйемін деп алдамасын, егер мені сүймесең. Бәрекелді кірпі жайдарман тобына бәрекелді дейміз. Қол соғып құрмет жасап қойыңыздар қаттырақ. Келесі шығатын топ тамақтандыру индустриясы және сервис колледжі поварлар жайдарман тобы. Заказдарды кештіріп берсек те жайдарманға тез келетін поварлар. Қайырлыға Шымкент! Я, поварлар командасы. Медет бізде шаурмада жұмыс істейді. Құрметті залда отқан көрермендер, шаурмаға келген кезде етін көп сап берді айтпай қойыңыздаршы. Мен по-любому самайым, мен салым дей берем. Сосын достар, мынандай прикол жібермей қойыңдаршы. Один шаурма, одиной, два шаурма, двойной дегенше. Ол өтпейді, қызық емес ше. Нұрқасым, бізде жеттандырда жұмыс жасайды. Осымен қай жерге барсам да түріме қарайды да палау жасайсың деп тық жүре береді. Енді? Мен палаушы емес, пиццариспін ғой. Мен қазақпын, тұрым өзбекке ұқсағанда кінәлі емеспін. Гүлмира Балнұр, бізде сушист. Негізі сушиде істеген рахат қой. Суши турап келе жатасында басымен соңына тойып алып жүре бересің. Болмаса сон бір пакетке жинап алып доставщиктерге элдекстраға ауыстырасың ғой. Рахмет. Өнер академиясына түсе алмай қап, повар колледжіне әрең дегенде түскен, өзінің қай жақта оқитын білмейтін, ол бізде жалайыр. Бұл, рахмет.
бұл не себепті А дегенін білесіздер ме? Текст жазып жатқан кезде сөз берсет. Қоймай қой. Негізі бұның тексті полный бар. Полный апшағамайды ма деп қорықтық. Диярбек, жасы 16-да. Иә, дұрыс ойлап жатсыздар, жетілмей қалғам. Анау огородта огурцылар болады ғой, по идее, бәрін бірдей суарып шығасың да, но арасында мынандайлар болады ғой. Ең тәттісі мен ғой сол. Рахмет. Құрметті залда отқан көрермендер, поварларды ойлайтын шығарсыздар. Күшті тамақ жейді деп, қарындары тоқ деп. Қарнымыз тоқ. Біз те түсініңіздер, бізге де оңай емес. Әр тамақтың дәмін көріп, тәттісін бір көріп, әшісін бір көріп, асқазанымыз кисло-сладкий болып жатыр. Асқазанымыз жылайды. Ойын соңында кеңес. Құрметті достар, тамақтарыңыздың асы жанып кете беретін болса, газдың асын пәсетіп қойыңыздар. Рахмет. Сіздермен болған тамақтандыру индустрия және сервис колледждің поварлары. Рахмет! Көп рахмет. Жайдарманда аспазшылар көбейіп жатыр екен. Иә. Әйтеуір, қарнымыз тоқ болсын, аман болсын осы кісілер. Енді келесі мына ат керемет екен. Біздің Шымкент қаласынан ба, біз Шымкенттік жайдарман топтардың шілей фантазиясына келе бермейтін ат екен. Маған қатты ұнады. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Мадмуазель деген жайдарман топ шығайын деп тұр. Сондай топ. Қыз қылығымен 40 кісіні масайтады дейді. Олай болса алдарыңызда 5 четушка. Сәлем, Шымкент! Қыздар, бүгін маусым ашар. Ал біз болашақ актрисаларымыз. Сондықтан кім не айтса бүкіл нәрсеге дайын болу керекпіз. Мысалы, біреу мостикке тұр дейма, тұра саламыз. Біреу иттің рөлін ойнай дейма, иттің рөлін ойнай саламыз. Біреу бір нәрсе бер дейма, бере саламыз. Итке тамақтайды жатыр. Я, көріп тұрғандарыңыздай біз жабайымыз. Жабайы болғанымыз соншалықтан суға келіп тұрған жігітке кет тұр, деп қуып жібереміз. Жігіт демекші қыздар, 2 аптадан бері бір жігіт мазамды алып қоймай жазып жүр. Қалай құтылсам болады? Чайка дейтін теман білесің ба? Күнде ақша сұрай бер, өз ақ жоқ болып кетеді. Мен 3 жылдан соң тойымды халал өткіземін деп шештім. Қалай сонда халал? Яғни халал колбаса, халал қымыз дегендей ғой. Халал? Онда мен сен тойыңа точно бармаймын ау. Қыздар немене бәрің той деп кеттіңдер. Одан да сол тойларың ақша жинамайсыңдар ма? Кейін жүресіңдер кредит алып. Төлейтін біз емес қой. Бастысы байға тибасақ болды емес па? Міне. Чайка дейтін ема енді кірдің. Рахмет. Қыздар, той емес. Бүгін маусым ашар, кішкене саясат туралы айту керек қой бізге. Қыздар, не болды? Саясат десе, саят деген жігітім есіме түскеді. Көрдіңдер ма жігіттер? Қыздар сендерге ұзақ уақыт бойы бауыр басады да, ұзақ уақыт бойы ұмыт алмай жүреді. Келесі ән сендерге арналады. Тәттім жаным, балапаным, ботақаным, күнім дейді жігіттер. Бірақ қызбен сөйлесіңдер, көшеде өткен қыздарға денелерін
шығарып ауа жетпей қалмасын. Қыздарын көріп қойғанда жігіттер түсінбеймін. Қыздарды ойын қылатын нәзік қой, жүрегіміз қаламыз. Бауыр басып естерінде болсын. Қыз баланы жылатпаңдар, қыздардың көз жасы жібермейді шын байқандар. Жігіттер қыздарды бағаландар, аяландар, олар болашағына қадірін біл ананың да. Қыз бала нәзік жан, жылатпа, бақыт ет, мадмуазель қыздары әлі талай су шертеді. Каждый раз вспоминаю детство, помни наше место. Хочешь нас заставить целоваться, ты взяла мою футболку. Это нету толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так люблю? Тоқтатыңдар болды. Рахмет. Сіздердің алдыңызда өнер көрсеткен мадмуазель қыздар командасы. Мадмуазель Жайдарман топ алдарыңызда өнер көрсеткен. Енді соңғы топтардың бірі Самал Мөлтек ауданынан құралған еркін құрама Самал 3 Жайдарман тобы сахнада. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мәкең Жайдарман беріп жатыр дегеннен келіп қалды енді Жайдарманға. Екі болып топырлап ше. Деп қоясың ба, короче. Яғни кеш жарық мереке құтты болсын. Негізі мынау екеуміз ақ шыққанға бір қалай болса солай дайындықсыз шықты деп ойлап қалмаңыздар. Негізі өте дайындалдық. 2 күн алдын пәтер жалдап, мен жуынып алдым. Квартира қымбаттап кетті қазір. Біздің тапиорымыз бар ғой, айтпақшы. Тапиорымыз бар. Сол жаңа квартира қымбаттап кетті. Квартира аламыз деп, елімізде не жаңалық болып отқан бәрін біліп алдық қазір. Россиядан қашып келіп жатыр екен ғой орыстар. Соғыстан қашып келіп жатқандар бар екен. Тағы не деді? Мост жарылды дей ма? Мына қолым дірілдеп тұр ма? Енді біз Жайдарман жанашырлары болып, өзіміз Мәкең, Тағай ағамыз бар, бәріміз ақылдасып. Қанаттың лицосы бар ғой, сол жүргізсін деп шештік енді бүгін көбен. Жақсы айтыр, дауысы бар. Негізі Марат аға жүргізе ма деп ойлап ек негізі. Бұмен не деп әңгімелесеміз мен? Мейлі, сүндет той қаншасын шығып атсың? Мен молодец айтыр. Марат ағамыз жүргізе ма деп ойладық та, соған дайындалғанбыз негізі. Соған айырылатын әңгімелер өтті. Мәкеңе тиіспе, болашақты бұзба, родной. Мәкең аман болсын, тыныштық заман болсын деп бір... Сен қоя тұршы. До конца айтып олайын да. Мәкең аман болсын, тыныштық заман болсын деген кезде қой жүрші. Жаңа соғыс болып жатыр екен. Да, скрип. Да не, Сабур қайтып кетті ғой, Алматыға келіп кетті. Болды, время возвращаться ғой. Болды. Жаңа соғыс болып жатыр ғой. Россия мен Украина әлі соғыс болып жатыр. Одан кейін Қырғызстан мен Тәжікстанның шекарасында да кеше 1-2 бомба жарылды. Анау кім Ин Чен Ын ба? Солтүстік Кореяның президенті. Оңтүстік Кореяға соғыс ашайын деп жатыр екен.
Америкамен соқсайын деп жатыр. Біз жүрміз мына жақта КВН ойнап. Әдемі ғой? Сөйтіп тағы не елімізде сайлау болайын деп жатыр ертең. Қосанов қатыспайтын болып шықты. Дұрыс болған екен. Байзақов ұзатылып жатыр. Әдемі ғой? Мен бүгін әйтеуір маусым ашар. Әдемі. Бокстан біржан Жақып ағамыз кепті ғой енді. Төбелес туралы әңгімелерді өлтірем ғой мен радио білесің ғой. Ана өзім ойлаймын да енді біздің Есен аға бар ғой, Есен аға мен сендердің ана КТА бастықтарың аты кім еді? КТАдан келетін. Тұрсынбек па? Тұрсынбек екеу паразым кетсе деймін де. Кім жеңеді екен? Мен қаяқтан білем кім жеңеді. Тұрсынбек жастау ғой негізі ақ қояды ғой. Қой, Есен аға да қып-қызыл тентек қой, шалғаш. Ақ қояды ғой Есен аға негізі. Білмеймін, көру керек оны төбелестіріп. Негіз бірақ Тұрсынбекті бүкіл Есенге таниды ғой. Енді сол Тұрсынбектің біздің Есен аға лигасында ойнап тұр ғой енді. Ол Есеннің лигасы емес қой. Ой, КВН деген Россиядан келген ол. Мейлі әйтеуір. Жаңа не болып жатыр өзі, Шымкентте енді не болып жатыр? Қазір КВН болып жатыр. Сосын сериал түсіретіндер көбейіп кетті. Тұр. Бәрі сериал түсіріп жатыр. Шымкент кәдімгідей Болливуд қазір. Мен болмайтын бірдеңелер ау деп қоям. Андасында көріп қоям. Мегабайт бар кезде. Мен бірақ соңғы көрген сериалым сол біздікі Ва-банк. Громовый дейтін болатын. Шескадрып көрдік. Каламбур көретінбіз. Енді әйтеуір, мейлі әйтеуір, түсіре беріңдер. Ары қарай не айтып болады? Енді мен де шутка ойнамаймыз ба? Қой, құдай сақтасын. Не айтып болады? Не айтамыз енді? Қалтамда... Мен де таусылады дегенде тұра берсің. Қалтамда спичка жүр. Бітірейік онда. Мадейін Пакистан дейді. Бітірейік. Пакистанда соғыс болып отқан жоқ, Молодец, әйді. Бітірейік? Бітірейік, шыға берейік. Ол жаңа шығып атқан камалардың микрофондарын нормально істеп отыр ма, әйді? Микрофон басын ұрып отыр дейді адамдар. Бол жүре берейік онда. Жүре берейік. Күлмегендерді мауызынан жылқ еткізіп. Не дейді? Не дейді? Бітірейік деймін. Бол жүре берейік онда. Батырлық пен мейірімді қатарыстай білген Самалыш құрамасы және де Зертастың бір баласы. Жақсы, көріскенше. Карамель, баралем, барабер, таралем. Жаныңа беремін мен жаңа дем. Енді не бұлар маған? Рахмет. Екеу арт жақта әңгіме айтып тұрғанға мен әңгімелерін бұзбайын деп өтіп кетсем, дайындалып жатыр екен олар. Әңгімесі де өздері де әдемі. Самалыш құрамасына қол соғып қойыңыздар. Енді тәжірибелі топтардың өндерін тамашалайтын боласыздар. Республикалық премьер-лига ойындарының 2021 жылғы чемпиондар Төлебей құрамасы сахнада. Шымкент Жайдарман тарихында қуғын сүргінге ұшырап, Алжир лагеріне жер айдауға кетіп қалған Төлебей құрамасы Жәндерім, сағынып қалдық. 3 жыл болыпты Шымкентте Жайдарман ойнамағанымызға жігіттер. Соның бәрі кімнің арқасы екен білесіңдер ма? Капитанымыз Бүгайдың арқасы. Малда мал. Капитаннан садаға кеткір. Адам деген сәл артына қарап ерегісу керек қой.
Жо, Абзал Жанбосыновпен ерегісіп атса мейлі. Бар филиал директоры. Өзіміздің екінші әкеміздей болып кеткен ұлы тұлға Марат Достаевпен ерегісіп. Мәз болды ма? Бір сезон КВН 8-ші қатарда көрді. Еще қателігін түсіп, бет шапалаға құрып отырса мейлі ғой? Сынап, ұнамады, күлемадым деп. Ғайбатта болар. Не қыса мен қастарыңда тұрын ғой жігіттің? Білем тұрғаның сосын айтып жатырмыз. Жігіттің мен мойындай менгі дұрыс болмапты жігіттің. Конечно дұрыс болмады сен. Сондықтан Марат Достаев ағамыздан команданың... Команда емес, мен де. Мен Керімхан Бақытжанұлы де. Жақшан ішінде Бігай де. Өзімнің атымнан кешірім сұрайым де, бізді қатыстырма. Мәкен, өзімнің атынан сізден тізегеп тұрып кешірім сұрайым. Тізерлеген аздық қылады саған. Тағы да бір нәрсе қос. Болмаса арқарап Меккеге апарсам бола ма? Жоқ, базар жоқ, арқалап Меккеге апарасың ғой сен. Қайтарда міндетсініп, қайттан ерегісіп қалатын сияқтысың, қой берші бұл. Жігіттер, мына Шымкентте жайдарман ойнамай жүрген кездерде командада біршама өзгеріс болды. Мысалы үшін мен бір керемет ЖК-дан үй алдым. Переходың күштеген сен. Рахмет. Сол ЖК енді ерекше дизайны. Ерекшелігі ана терезелен түрлі түсті светтер жанып тұрады терезеден. Розовый, фиолетовый, қызыл, сары, сондай светтер жанып тұрады. Сорлы ЖК биіктен алдың ба үйді? Иә. Таним ғой, білем ғой. Қақтан білесің? Көршілерің жақсы сенің, көршілерің. Құрмет достарына, биыл маусымға түсіп атқан командалардың ішінде ең кәгісі біз екенбіз жігіттер. Иә, шынымызды айтайық, бір түрлі болып жүрміз. Андай чувство да бізде. Анау болады ғой, бір класстастарының, құрдастарының бәрі қайтыс болып кеткен шалдар болады ғой. Олай болса, байдың балдары мен Сырдарияның ойын теледидардан емес, сахнада қарсылас болып көрген жалғыз құрама. Жалғастырамыз! Тағы да қайырлы кеш достар. Сонымен президенттікке үміткер Жигули Дайрабаев ағамыз 086 документтерін турлау үстінде. Енді қарындас турлап бере салшы, ертең президент болып кетіп атсам, сайлаудан өтіп кетіп атсам, көмектесем ғой. Миды ашпай 2,5 теңге бере салыңызшы. Атыңыздың өзіне ұтылып тұрсыз ғой же. Қазір нормально болады. Құрметті достар, сонымен батыстың қызын шымкенттік жігіт үйіне келін қылып түсіріпті. Сонымен ертесіне. Сен енеңе қалай сөйлейсің сен, е? Енді мама түсінсеңші, батыстың қызы, батыста диалект деген нәрсе болады. Сөйтіп сөйлейді олар. Балам, мен 40 жыл педагог болған адаммын. Диалектісі диалектімен, кетші анасы деген шіле артық енді. Менің атым Қожа фильмін Қытайда түсірсек қалай болады екен? Так, балалар, тезірек дәптертеріңді алыңдар. Мама, құрбақа! Кім салды мынаны? Мен апай. Сен құрбақамен ойнауға болмайтын білесің ба, Қожа? Бұл құрбақа ойнайтын зат па саған? Бұл ас қой, ас. Бұл сумкаға салатын зат па бұл? Ата-бабаларың не деді? Ас атасы құрбақа деген жоқ па саған? Осы құрбақаға қанша семья зәру болып жүр жеуге таппай. Хотя бы шылау үшін таппай жүр. Бігай? Бігай емес? Бігай деппін ғой, Қожа. Сақа Қожа. Немеге айқарап отырсыз, апай? О, мамам бергізеді оны, сіздің туған күніңізбен деп, ас болсын, апай. Ой, так приятно. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені. Дәл осы өлеңді айтатын Ұлан Мырза Хамиді Юрий Шатуновтың нормально жүретін бір әшкелері ұстап алыпты. Ұлан ғасыр, сен әруақтармен ойнауға болмайтын бізден жақсы білесің ғой? Жоқ, әнің мақыл, мынауың не сенің, е? Кешіріңіздер, енді қайталанбайды енді. Қайталанбайды.
Давай үйге бар да иш шығарып 7 жұмыртқа таратып жібер. Бәріміздің дәл осындай жолдас балдарымыз бар шығар. Қалай, нормально жеттіңдер ме әйтеуір? Жақсы. Жақсы жеттіңдер бұл. Алло? Ау, командаласын Бақытжанмен отқан ем? Қай Бақытжан? Анау ше, анау капитанымыз. Екі әріпке тілі келмейтін ше, анау екі әріпке слабый. Өзіміздің Бақытжан да анау сақау ше, сақау. Ой, кәдімгі мүкіс та мүкіс өзіміздің. Бекші өзіміз. Ой, тоқтай тұршы. Анау ше, анау ішіп алып 2003-терден таяқ жеп шүбенің үстіне ұйықтап қалған. Өзім түсіндігін. Тоқтай тұршы. Анау ше, анау қыз құмар бәле. Әйелі болса да қыздардың историясына реакция жібере беретін ше, анау. Өзім. Анау бір сен әпшеңе реакция жіберіп ерексіп қалғаныңдер ғой, сол ғой. Өзім түсіндігін. Мәш. Мен ғой бір әйші бұғат. Рахмет достар. Қымбатты көрермендер, біз өзіміз ойнаған соңғы маусымда вице-чемпион болып қалған тұғымыз. Биыл сол вицені алып тастап чемпион болуға келдік. Төле би құрамасы, рахмет Шымқала. Көп рахмет. Соңғы ойынымызды аяқтайтын топ, енді біздің қазіргі таңда Шымкент қаламыздың абыройын асқақтатып жүрген, біздің артымыздан еріп келе жатқан жақын інілеріміз десек те болады. Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар Достық университеті Абырой Жайдарман тобы сахнада. Қалайсың Шымкент? Ей, Шымкент емес қой, халық қой. Қалайсың Шымкент деген ес? Жақсы өзің деді ал, не дейсің ал? Не істеп жатсың десе? Не істеп жатсың, жазып Не жіберейін. істеп жатсың де? Так, не істеп жатсың? Бүгін квартира бос, кешке өтті. Так. Қайсыған жазып жатсың? Настя, Шымкент деген. Настя ма? Квартираға өтсін. Мына Шымкент ше? Бұлар сыймайды квартираға, не қылын? Жасай. Бүгін бар ғой, кәдімгі мерей той. Маусым ашар, мереке ғой. Осыған орай мен сендерге бір қызық әңгіме айтып берейін. Кеше Светофорда BMW мен Мерседес тұрады ғой. Сөйтеді да екеуі бір уақытта жарысты ғой. Басып аңыратып кетті. Ана BMW бар ғой, адам қағып кетеді ғой жолда. Қойш, сосын Мерседес жеңіп кетеді ғой. Мерседес жеңінді. BMW ақ қояды еді негізі. Қойш, Просто автомат болып қалды ғой. Қақтан білесің сен? Мені қақты ғой, капотында мен жаттым ғой бейте. Қой, Лауойдан көрінді, салоны зор екен BMW-нің ше негізі. Ана автоматы қолды, механика оғанда бірге сап, ират еді. Рахмет. Абырой командасында ойнап жүрген жігіттер. Абыройды ойлап жүрмін қазір соңғы кездері. Көшеде жүрсем, ал бір қыз көрдім. Көшеде ана қыз аднарас кішегеп тұр. Қойш. Намыстанып кеттім, қатты жынданып кеттім. Қазақтың қызы ғой бейсі аднарас шегіп тұр. Намыстан адынай бар шын. Қатты жынданым. Ана аднарасында неге өзіміз шығармасқа дедім да мен. Өзіміз шығарғанда өзіміздің қазақтың қызы шегеп тұр, жарасады да мысалы. Дұрыс намыстандың ба неге сен өзің бұлай? Зор ғой, ойын қоқ қой. Рас шынымен. Адына раскеге ойы қоқ қой, өзіміздікі болады тағылады мысалы ше. Қалай сол миларыңа келмейді сендердің? Нұрғана, қалай сен миыңа келмейді ол? Магазинге барасың ғой сен? Мен магазинге барсам тек адына раз стакан алам ғой мен ол.
Ey koca. Bitiremeyiz ау дейді да. Sen Жезухан бітірсе бірінші қосын. Мынау ақыры тиісті ғой, біз де тиісе салайық. Нақ шәріп түспей кетті ғой. Ей, қойшы, керек емес. Айтса сұрасай, тез сұрасай. Саған не үшін түспей жүр? Айтса. Не үшін түспей жүр деші? Керек па, керек емес па? Сұрасай. Нақ түспей жатыр ғой. Ақша алмаймын мысалға да. Ақша алмайды мысалға да. Ойнап берем тегін. Тегін ойнап бере деген. Деп шәріп болды. Айтса соны, бәрі айтшы. Бұның тілі жоқ та, өзің айтып көрші мысалы сен. Кешке боссыз ба, болмаса әңгіме айтып екеуіңіз көріңіздер. Рахмет. Микрофон жіберіп қалайын ба? Ендеше Марат Осаевтың ең сүйікті командасы Жезуға жүреді, біз жалғастырамыз. Бәрін ташта. Балықшы ағамыз фастфудта. Інім, лавашың бар ма? Қандай? Бір осындай бір лаваш берші, бейіп тұрады. Кезінде шаштарашы болған ағамыз молда болса. Ал балам, қандай қылып берейін? Тұрмысқа шығуға асығып, тұрмысқа шығып, наконец-то мен тұрмысқа шықтым деп подругаларына мақтаған қыздың бір аптадан кейінгі подругалар деген группаға жіберіп жатқан записі. Қыздар, асықпаңдар. Бойдақ болып жүре берген рахат екен, мен сендерге айтайыншы. Маған айтты, бәрін жейсің деді, мен өзім жеп отырмын қазір. Уже как устала, блин. Мен сендерді қатсаң кеттім. Кальянға баратынымызды. Мен сорлы шарик шығарамай ағам ғой. Анам не дейді да андай, не дейді еді, тарнада, соны ұмытып қаптым. Мен бар ғой кеше айтқым келмеді, бірақ бар ғой кеше абысынмен қырылып қалдым. Маған айтады, сенің мінезің ит дейді. Сенің мінезің бар ғой, не дерін білмей қалдым, әшінде аузым жабылмайтын мен бар ғой. Машинасына сенбеңдер сосын. Ана ешақтың камерейіне отыра бергем, қызыға бергем, сөйтсем, жұмыстағы машина өзі екі ағарып бола деген ғой. Кеше бывшаямен сөйлестім. Жылама қалқам дейді. Жыласаң құлап қал дейді. Оңбай құладым мен. Өлең шығарған қол үші. Не ма? Қанат аға, ана жерде не бар сол? Тек жиналғанда ұрасыздар ғосын? Жиналғанда ұрғанда чемпион боласыз ғой, нең бар, ізден әдемі келе жатыр қой. Одан да аяқтай сал. Құрметті көрермендер, сөз соңында біз жоғарғы лигада өнер көрсетіп жатқан Шымкенттік жалғыз командамыз. Және де бізден рахмет. Бізден қарсыластарымыз сұрайды, сендер Шымкенттің чемпионы болғансыңдар ма дейді. Біз иә деп жауап береміз. Мысалға, тура осы тұрыста алдарыңызда өтірікшілер тұр. Біз сол сөзді шындыққа айналдырғымыз келеді. Маусымда чемпиондық үшін Абырой жайдарман құрамасы. Рахмет. Көп рахмет. Қымбатты көрермендер, енді аздаған сабыр қыла тұрыңыздар. Бүгін енді алдарыңызда өнер көрсеткен барша командаларды сахна төріне шақырайық. Музыкалық марапаттаумен командалар сахна төріне.
жақсылап қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Рахмет. Рахмет. Енді бүгінгі ойын туралы, жас командалар туралы, тәжірибелі командалар туралы қазір алқасы бірінші болып енді қонақ қой, жасы кіші болса да, Қабдол ағамызға сөз берейік. Мархабат. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Шымкент. Өте қатты қуаныштымын. Марат аға көп рахмет осы ойынға шақырғандарыңызға. Енді мен шыны керек, андай Әділқазы алқаларында отыруға әлі ерте сияқтымын. Командаларға көп рахмет. Мен андай көрермен сияқты көріп отырдым. Барлығы ұнады. Барлықтарыңызға рахмет. Алдағы ойындарда сәттілік. Бәрі күшті. Өте керемет. Медет Досқанаев. Бәрекелді, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Мына жайдарманшы жігіттерге дайындалған үшін бір шабал ұрып қойыңыздар. Көп оңай емес жігіттерге. Енді барлығымыз жайдарман ойнағаннан кейін барлығымыз білеміз қандай оңай емес екен. Бірақ сіздер қазіргі таңда ойнап отқан жайдармандар бізге қарағанда бақыттысыздар. Өйткені мынандай лед экранда біз ойнамағанбыз. Мынандай лед экран, мынандай светпен, мынандай жарықпен өте тамаша. Сіздер бақыттысыздар. Алдында енді мына редактор ағайларыңыз кеше мына жайдарманның парақшасын оқимын. Сол кезде айтып кеткен, Тағайға сұрақ қойған кезде, қазіргі жайдарманшыларға не керек деп. Қазіргі жайдарманшыларға тек қана дайындалу керек болды дейді. Мен сол Тағайларыңа толықтай қосыламын. Тек қана дайындық болса, қалғаның барлығы тұр сіздерге арнайы жасалып қойған. Сондықтан да бүгінгі маусым ашарларыңыз құтты болсын. Мына кішкентай балапандарға көп рахмет. Қорықпай бірінші біздің маусым ашарды бастап ашып бергенге. Құдай қаласа мықты біздің осы шым қаламыздың намысын қорғайтын мықты күшті жайдарманшы бола беріңіздер. Мына жаңа өзің қабақ деген жігітке көп рахмет. Өте ерекше әдемі ойнайды екен. Жалпы командаң барлық жақсы, әртүрлі саладан қосылған поварларымыз бар, 7 тандыр деп шығып жатыр. Әртүрлі мамандықта мектеп құрамалары бар, көп рахмет. Бірақ енді өзіме бүгін ерекше қатты ұнаған бәрекелді кірпі. Молодцы, рахмет көп. Шымкент қаласының мәслихат депутаты Мұрат Жаңабайұлы. Мұрат аға сөз өзіңізде. Ассалаумағалейкум. Осында келген барша көрермендер, мынау жайдарман сүйер қауым, мынау бүгін өте бір керемет кештің куәсі болып жатырмыз. Мынау осында келген барша көрермендерге осындай қызық ойын сыйлап, қызықты номерлер сыйлағандарыңа үлкен рахмет сендерге. Марат енді мынау өзіміздің бауырымыз, мынау әрдайым жайдарманды алға сөрелеп, мына жастарды халыққа, мынау жастарға үлкен күлкі сыйлап жүрген бауырымыздың бірі. Жігіттер қанаттарың талмасын, мынау жастар ел болашағы дейді. Мынау Құдай қаласа болашақ сендердің қолдарында. Сондықтан қанаттарың талмасын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана осындай қызықшылықта күліп ойнап жүре берейік. Рахмет. Рахмет. Бокстан әлем чемпионы Біржан Жақапов ағамыз. Ассалаумағалейкум қадірменді бауырлар, қарындастарым. Керемет көңілді кеш болды. Бауырлы қарындастарыма, інілеріме, талаптарыңызға Алланың нұры жаусын дегім келеді. Керемет ойын шығарғандарыңызға рахмет. Марат бауырым, осы КВН-де өрге домалап жүрген бауырымсың. Үлкен рахмет. Ақ жол тілеймін, спортпен алсыңыздар, осындай көңіл күйді көтеріп, әрдайым бақыт болып жүре беріңіздер. Рахмет. Заманбек аға. Армысыздар, құрметті жайдарманшылар, барша көрермендер, мереке құтты болсын. Бүгін маусым ашар, бүгін фестиваль. Бұл әрдайым жайдарманшылар үшін, көрермендер үшін үлкен мереке. Жайдарман сахнаға қайттан оралып жатыр. Карантинге байланысты, пандемияға байланысты сәл арасында үзіліс болып қалған жайы бар. Енді біздің өзіміздің жергілікті жайдарманшылар барша көрермендерді өзінің өткір әзілдерімен қуантады деген үміттеміз. Бүгін міне осы бастамасын алып отыр. Жас жайдарманшыларды көріп отырмыз, жаңа топтарды, тәжірибелі командаларды көріп отырмыз, жастарға жол көрсететін. Бүгін бір керемет ойын болды деген үміттемін. Көрермендерге ұнады деп санаймын өз басым. Солай ма? Жалпы маусым ашардың қорытындысы бойынша біз жақсы өнер көрсеткен командаларды
келесі кезеңге 1/4 кезеңіне өткізуге тиіс болатындығымыз менен бір ұсыныс болсын деп айтқым келеді. Бүгінгі маусымашарда өнер көрсеткен барлық командаларды келесі кезеңге өткізсек, қалай қарайсыздар? Жалпы рахмет баршаңызға. Көп рахмет, барша көрермендерге де үлкен рахмет. Енді осы айдың 19 жұлдызы күні осы топтардың одан қатты шыңдалып әдемі әзілдерін тамашалауға, яғни жайдарман ойындарына келуге шақырамыз. Жайдарманның жайдарлы күндерінде кездескенше аман сау болыңыздар. Every day, every night олар жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды. Қоям дейді, қоя алмайды, бұл ойынға еш тоймайды. Көрермен қазы сынайды, бұл сұрақ бәрін қинайды. Чемпиондықты кім тойлайды? Кеттім десең қимайды, кейбіреулер жылайды.